Сәлеметсіңдер ме балалар? Мен Тараз қаласы номер 34-ші орта мектебінің математика пәні мұғалімі Жақсылықова Аудана Серікқызы. Бүгінгі сабағымызда біз 8-ші сыныптың алгебрасынан квадрат теңдеуге келтірілетін теңдеулер деген тақырыпты қарастыратын боламыз. Сабағымыздың мақсаты квадрат теңдеулерге келтірілетін теңдеулерді шешу. Квадрат теңдеуге келтірілетін теңдеулерді жаңа айнымалы енгізу әдісімен шешу үшін мына алгоритмді қолданамыз. Бірінші, теңдеудегі қандай да бір өрнекті жаңа айнымалы арқылы белгілейміз. Екінші, берілген теңдеудегі өрнектің орнына жаңа айнымалыны енгізіп, жаңа айнымалыға байланысты квадрат теңдеу аламыз. Үшінші, шыққан квадрат теңдеуді шешеміз. Төртінші, алмастыру арқылы алғашқы айнымалының мәнін табамыз. Бесінші, табылған түбірлерге тексеру жүргізіп, берілген теңдеудің түбірлерін анықтаймыз. Пи квадрат теңдеу. Квадрат деген сөз бізге таныс. Енді пи деген қандай мағына береді? Соны қарастырайық. Ax-тің 4 дәрежесі плюс vx-тің квадраты плюс с тең 0 түріндегі теңдеу пи квадрат теңдеу деп аталады. Мұндағы x-іміз айнымалы, a, v және с қандай да бір сандар, және a-мыз тең емес 0-ге. b деген 2 деген мағынаны білдіреді. b квадрат қос квадрат деген мағынаны береді екен. Енді осыған нақты мысал қарастырайық. X-тің 4 дәрежесі минус 13x квадраты плюс 36 тең 0 түріндегі теңдеу берілсін. Енді осындағы x-тің квадратын біз t деген әріппен белгілеп алайық. X-тің 4 дәрежесі тең t-ның квадратына. Енді теңдеуге апарып қоятын болсақ, біздің теңдеуіміз t-ның квадраты минус 13t плюс 36 тең 0 түріндегі теңдеуге келеді. Енді осы теңдеуді не дискриминант, не вет теоремасы арқылы шешуімізге болады. Біз дискриминант арқылы шешейік, яғни біздің дискриминантымыз мына түрде 25-ге тең болады екен. 25 деген 5-тің квадраты. Осы жерден t1 мен t2-ні табатын болсақ, t1-іміз бізде 4-ге, t2-міз бізде 9-ға тең болады екен. Енді осы t-ларды алып барып, x квадрат тең t деген жерге апарып қоямыз. Сол кезде x квадратымыз 4-ге, яғни x1, x2-міз плюс минус 2-ге тең болады екен. x квадрат тең 9, x3 4-міз плюс минус 3-ге тең болады екен. Енді осы тақырыпқа есеп қарастырайық. Бізде мына түрдегі есеп берілсін. 2x минус 1-дің 4 дәрежесі минус 2x минус 1-дің квадраты минус 12 тең 0. Осы жерден 2x минус 1-дің квадратын біз y деп белгілеп алсақ. 2x минус 1-дің 4 дәрежесі y квадратқа тең болады екен. Осы белгілеулерді апарып, теңдеуімізге апарып қоятын болсақ, теңдеуіміз y квадрат минус y минус 12 тең 0 түріндегі квадрат теңдеуге келеді екен. Енді осы квадрат теңдеуді өзімізге ыңғайлы дискриминант немесе вет теоремасы арқылы шешуімізге болады. Біз бұл жағдайда вет теоремасын қолданайық. Вет теоремасы бойынша y1 мен y2-ның қосындысы 1-ге, y1 мен y2-ның көбейтіндісі минус 12-ге тең болады екен. Енді ойланайық. y1 мен y2-ні көбейтсек, қандай жағдайда, қандай сандарды көбейтсек 12 шығады. Біздің жағдайда y1-іміз минус 3-ге, y2-міз 4-ге тең болады екен. Енді осы табылған y-терді апарып, белгілеу енгізген жерге апарып қоямыз. Сол кезде 2x минус 1-дің квадраты тең 4-ге. Осы жерден 2x минус 1-ді біз 2-ге теңестіріп алатын болсақ, x-іміз бізде 1,5-ге тең болады екен. Енді 2x минус 1-ді минус 2-ге теңестіріп алатын болсақ, x-іміз бізге минус 0,5-ді береді екен. Енді 2x минус 1-дің квадратын минус 3-ге теңестіретін болсақ, бұл жағдайда теңдеуіміздің мағынасы бола ма?
әрине мағынасы болмайды. Яғни бізде теңдеуіміз бос мүшеге тең болады екен. Енді тақырып түсінікті болса, сіздерге тапсырма. Кесте берілген, осы кестені толтыру керек. Яғни кестеде толымды, толымсыз, келтірілген және келтірілмеген квадрат теңдеулерді анықтау керек. Анықтаған кезде осы квадрат теңдеулердің тұсына плюс деген таңбаны қоюларыңыз керек. Енді балалар, өздеріңізді тексеру үшін экранға назар аударсаңыздар. Дұрыс жауаптары берілген. Осы дұрыс жауаптар арқылы өздеріңізді тексерсеңіздер болады. Енді келесі тапсырма бізде мынандай. Өзіңді тексер дейді. Яғни осы бізде б квадрат теңдеулері берілген. Б квадрат теңдеулерді шешу арқылы жауаптарын сәйкес теңдірулеріңіз қажет. Уақыт кетті. Енді сіздерге дұрыс жауаптары берілген. Дұрыс жауаптар арқылы өздеріңізді жауаптарыңызбен тексерсеңіздер болады. Енді сабақты қорытындылау мақсатында сіздермен жетістік баспалдағы әдісі арқылы кері байланыс жасасақ. Бүгінгі сабақта нені білдік, нені түсіндік және нені жасай алдық. Соны жазып, бір-бірімізбен кері байланыс жасасақ.